2020-2021 оқу жылында пандемия және карантин жағдайында еліміздің білім беру ұйымдары әртүрлі форматта жұмыс істеді. Қашықтан, аралас, кезекші сыныптарды ұйымдастырды. 2021 жылдың 26 мамырынан 19 маусым аралығында Әлихан Бөкейханов атындағы мектеп-лицейінде 1-10 сынып оқушылары арасында жазғы мектеп ұйымдастырылды. Бұл жобаның мақсаты қашықтан оқу кезінде игере алмаған және бағдарлама барысында қиын игерілетін тақырыптарды меңгерту, оқушыларға көмек көрсету. Жазғы мектептегі сабақтар қашықтықтан білім алушылар үшін ерекше маңызды. Жазғы мектепке ата-аналардың өтініші бойынша ерікті түрде оқушылар қабылданды. Қажетті пәндерді оқушылар өздері таңдады. 1-10 сынып оқушыларына жазғы мектептің сабақ кестесі мен жұмыс жоспарлары бекітіліп, апталық сабақтар кестесі құрылып, күнделікті сабақтар сол кестеге сай жүргізіліп отырды. Сабақта әр оқушы өзін еркін сезіне алатындай атмосфера құрылды. Сабақ ортасында сергіту сәттері қолданылды. Оқушылардың қызығушылығын арттыру мақсатында сабақта әртүрлі әдіс-тәсілдер, ойын түрлері пайдаланылып, шығармашылық тапсырмалар қолданылды. Логикалық есептер, тілді дамыту жұмыстары жүргізілді. Күнделікті сабақтарда балалардың ойлау, шығармашылық, танымдық қабілеттерін шыңдау мақсатында тілді, ойды дамыту жаттығулары жасалып, оқушылардың деңгейлеріне қарай түрлі қызықты тапсырмалар берілді. 10-11 сыныптарда ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындық мақсатында математика және математикалық сауаттылық қосымша сабақтарында есептерді тиімді тәсілдермен шығару жолдары қарастырылды. Сонымен қатар олимпиадаға дайындық жұмыстары да ұйымдастырылды. Заманауи тренд STEM білім беру бағыты. Бүгінде өзінің ғылыми-техникалық элитасын дамытуға бағыт алған елдерде STEM тәсілі мемлекеттік деңгейде енгізілуде. Осы жобамен біздің мектепте жұмыс жасап жатыр. STEM арқылы оқушыларымыз көп нәрсе үйренді, мотивация алды, теорияға деген қызығушылығы артты, оның маңызын түсінді. Оқушылардың жазғы мектептегі әр күні қызыққа толы, көңіл күйлері көтеріңкі болды.